Ассаламу алейкум бауырлар. Бүгін 8-ші дәрісімізді бастаймыз. 8-ші дәріс ол жаңа сабақ. Әріптердің сукунмен оқылуы. Сукун әріптің тек қана өзін оқытады. Осыған дайындалатын боламыз. Және де осы сукунға байланысты 5 қалқалы әріптер бар. Осы 5 әріп сукунмен келген кезде оны сілкіп оқимыз. Қалқалы дегеніміз сілкіп оқу. Қалқалы әріптер 5-еу. Біріншісі б, екіншісі жим, үшіншісі дәл, төртіншісі то, бесіншісі қаф. Осы 5 әріп сукунмен келгенде сол әріпті сілкіп оқимыз. Мысалы, әбі осылай, әже, әто, әқо осылай сілкініп оқылады. Осы 5 әріпті жаттап аласыздар. Ендеше дәрісімізді бастайық. Әбі, әбі, ибі, үбі, бәрбі қалқалы. Әбі, ибі, үбі, әбі, ибі, үбі, әт, ит, үт. Әріптің яғни өзін оқып жатырмыз. Әт, ит, үт, әт, ит, үт, әс, ис. Екісінің арасынан тіл шығады. Әс, ис, үс, әс, ис, үс, әже, иже, үже, жим әрпі қалқалы. Әже, иже, үже, әже, иже, үже, әх, их, үх. Жалпы сукунмен оқу кішкене қиындау болады. Ең қиын дәрістің бірі осы. Сукунмен жақсылап дайындаласыздар. Әх, их, үх, әх, их, үх, әх, их, үх. Жуан айтыңыздар. Сукунмен де жуан оқылады. Әх. Әлиф басындағы жіңішке тек қана х жуан оқылады. Әх. Әх. Их. Их. Ух. Ух. Әді қалқалы әріп. Әді. İde, ude, ede, ide, ude, ede, ede, ide, ude, ez, iz, uz, ez, iz, uz, әз, из, үз, әр. Жуан оқылады. Сукунмен келген р әрпі алдыңғы әріп фатқалы болғандығы үшін жуан оқылады. Әр, әр. Р әрпі жуан, әлиф жіңішке. Әр, әр, әр. İr, 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 ur, 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 ez, iz, uz, ez, iz, uz, ez, iz, uz, əs,
إس أس أس إس أس أش إش أش أش إش أش else Sa juan айтыңыздар. Else Ils Us Else Is Us Else Is Us Else Is Us Ed Id Ud Ed Id Ud Ed Id Ud Ato Qalqarar Ato Ito Uto Ato Ito Uto Ato Ito Uto El El Il Il Ul El Il Ul El Il Ul Er Ir Ur Er Ir Ur Er Ir Ur Ir Ur Juan айтыңыздар. Ir Ur Ir Ur F If Uf F If Uf Aqa Iqa Uqa Aqa Iqa Uqa Ak Ik Uk Ak Ik Uk Al Il Ul Al Il Ul Am Im Am Im An In An In Au Iu Au Iu Іштен келген ауаны ешқандай кедергі сыртқа шығарамыз. Осы әріпті көп қиналмады. Жақсылап шығарыңыздар. И И Әй И Ви Әй И Oui, aïe, yi, oui.